Assalamualaikum dostlarım. Yarası bugün bizler Free Fire oynuyoruz. Неважно какой кашель, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. Для взрослых и детей с 3 лет. Рингалин может помочь устранить кашель. Мои волосы – мое драгоценное украшение. Им нужно настоящее сокровище. Золотая коллекция Пантин. В этом сезоне мой фаворит – бесценное масло. Всего 1 капля и в 3 раза больше силы восстановления. Волосы выглядят роскошно. Собери свою золотую коллекцию Пантин. Твои волосы – твое украшение. Кальцимин Адванс. Мағансиектерді демек нығайтуға көмектеседі. Кальцимин Адванс. Ересектердегі кальциминді дәруменінің тапшылығын емдеуге арналған. Байер. Ойлық жұмысқа кіргені сол еді. Даяшы керек, жұраққа қосыш айтылған. Сіз жұмыс үйдің астында. Таксидегі жұмыс кестесін ыңғайлы. Ойлыққа кіріп, жұмысты бітіртіп тауып ал. Ойлық жұмыс. Тараганың тәнді. Эргоферон вирустық инфекцияларды емдеуге арналған. Эргоферон жырвый және тұмау кезінде көмектесе салады. Тұмау, жырвый, мезгіл, эргоферон отбасын бүкіл. Куда? Пакеток темы не только для иммунитета, но и для своей принцессы, которая пьет его ради кумира. А она уделяет иммунитет с витаминами и пробиотиками. Ради фанатов, конечно же. Фанат пьет ради босса, что дала ему отгул, а она пьет ради мужа, который, вы уже знаете, не связаны. А для кого пьешь Актимель ты? Неважно какой кашель, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. Для взрослых и детей с 3 лет. Рингалин может помочь устранить кашель. Эргоферон для лечения вирусных инфекций. Эргоферон может помочь при ОРВИ, гриппе, ОРВИ, сезон для всей семьи. Эргоферон. Не деп тұрсың, Алги? Бұл әкеңнің арманы болатын. Оған құрметпен қара. Қайдағы құрмет аба? Ол ешкім құрметке беру керек. Ол өмірімізді күйретті. Бұл енді түзелмейді. Не істесек те өзгермейді. Ал бірдеңені түзеуге ниеттенсек, жанымыз ауырады. Бұған қалай шыдап жүрдің Сафа? Мені қате ойға сендірдіңіз. Әкемді адал адам деп, ең әділ адам деп. Неге апа? Қателесіппін. Енді ол адамды кешірмеймін. Мен көбірек қиналдым, бала. Оның әлгі әрекеті үмітімді үзді. Әкем екеуіміздің сезімімізді сатты. Бұл әрекеті махаббатымды сыйламағаны. Оны мен кешіргенде сен оған қалай өкпелейсің?
Sağ olunuzlar.